Раббыңмен сенің ант етем, ей пайғамбар. Ланахшуроннахум. Олардың күллісін мақшарға жинаймыз дейді қайта тірілтіп. Вашшаятина. Адамдардан болған, жындардан болған шайтандарын қоса жинаймыз дейді. Bir тақырыпта жүргендердің күллісін. Раббыңмен ант етем дейді. Күллісін мақшарда жинаймыз дейді. Сүммәланахтуроннахум. Сосын олардың барлығын хауля жаханнама жисия, жаханнамның айналасына зірлетіп әкеп көздеріне көрсетеміз дейді. Жаханнамды. Сенген де көреді, сенбеген де көреді дегендей мысалы. Қазір сенбейді, саған күледі, мазақтайды. Бәлкім мысалы жаңағыдай кім бар кеп то жаққа деп айтар. Алла тағала әсте мұқтаж емес, ол саған ақыл берген. Жаңағындай кім бар кеп то жаққа деп айтудан бұрын ойлансаң кішкене, сәл ойлансаң Құдай жол береді. Жоқ, ойланғысы келмейді адам. Көңілмен сөйлеп үйреніп алған адам. Көңілмен жауап береді. Онда жолды қайдан табады? Сондықтан біз бұлардың барлығын Раббыңмен ант етем. Олардың барлығын мақшарға жинап әкелеміз. Шайтандарын қосып жинаймыз. Сосын біз оларды жаханнамның айналасына зерлетіп отырғызамыз дейді. Тұтқындарды соғыстың кезінде де, мысалы тұтқындарды әкелген кезде бүйтіп зерлетіп отырғызады ғой. Қол аяғы байлаулы, қолдар мойынға байланған. Бітті, сен ешкім емессің деген нәрсені көрсетіп отыр ғой. Еркің таусылды. Алдағы өмір деген нәрсе мәңгілік. Міне қиын жағы қандай бұның. Мәңгілік. Зерлетіп отыр. Сенбеген тозақ лапылдап жанып отыр, қиын.